Мынау енді кеше ғана елбасымыз түнгі студияға келді. Енді біздің студиямызға келсе деп армандап көрейік. Біздің студия дегеніміз, ол біздің осы жердің отырған жеріміз студия деп алайық. Елбасымыз арнайы екі шақты құттықтауға Астана қаласынан келді деп, бәріміз қошеметтеп, шапалақ ұрып қарсы алайық, әлеумет. Уважаемые гости, уважаемые друзья, қалайсыңдар, жақсы ма бәрі? Екі жастың тойы құтты болсын. Үйленіп жатқан жастарға келген қонақтарымыз неше түрлі сый-сапат беріп жатыр. Мен де Астана қаласынан екі жастың құрметіне 2 комнаталы үй сыйға тартайын деп отырмын. Хозяйнымен бірге. Мына енді осындай екі жастың тойында осы сәтті пайдаланып, президент әкімшілігінің атынан бір ән салып берейін сіздерге. Айтып берейін ба? Жүгіріп шықтым белеске, белес жақын емес пе? Осы отырған отырыс бір ғанибет емес пе? Жүгіріп шықтым белеске, белес жақын емес пе? Осы отырған отырыс бір ғанибет емес пе? Осылай әнімізді айтып жүрек ардады. Мынау енді Жанболат, тұрсайшы орнынан. Ойнап айтам, отыра бер. Қазақстанның қай қаласынан үй берейін? Алматы? Алматыда өзімде де жоқ қой. Ұзынағаштан берейін. 30 километр ғой. Трехэтажный коттедж, фундаментінің бәрі құйылып жатыр. Крышасын өзің жауып алайын алайын. Сосын көп осындай отырыстарда байқап жүрмін. Руға жүзге бөлініп жатамыз. Мен ұлы жүзбін, кіші жүзбін деп бөлінгенді қояйық, бәріміз шапыраш болып жүре берейік. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болса, осы екі жастың тойына арнайы тағы да келем құттықтауға. Солай емес пе? Той құтты болсын. Рахмет. Енді мен жаңа